Қазіргі ақпарат заманында біздің көзімізге өте көп салмақ түсуде, үлкен салмақ түсуде. Себебі оқушы болсын, студент болсын, қызметкер болсын, мұғалім болсын, басқа болсын, көзбен жұмыс істейтін заман келді. Яғни компьютердің алдында отырады 8 сағаттап, ноутбуктың алдында, смартфонның алдында. Бұл тек негізі көзге жақыннан қараған өте зиян, және ол тек қана жақыннан қарап отқан жоқ, затқа, ол жанып тұрған экранға қарап отыр. Яғни ультрафиолетовый облучение жүріп жатыр. Көзді сәуле көздің жанарын жеп қояды. Сондықтан көзімізді мейлі оқушы болсын, бала болсын, студент болсын, өзімізде болсын, телефон, смартфон алдында отырады адамдар. Сондықтан көзді сақтау керек. Мынау лютиензаксантин табиғи таза өнім, дәрі-дәрмек емес. Күннен бір капсула тамақпен бірге. Толық мәлімет үшін WhatsApp-қа жазыңыздар: 8747 125 65 52.